ешкім отырмайды. Үлкен кісілер отырғансы, мен отырып алдым, ұят боласың, жасың. Өттіңіздер. Девушка, садитесь тоже. Наверное, политология, что-то такое. Журналистика. Казахским как у вас? Онда бастай көрейік, сағат 4-тен өтті. Менің атым Марғұлан, тегім Боранбай. Біз осы желтоқсан айынан бастап былтырғы. Осы желтоқсан, қаңтар, ақпан, 3 рет әкімшілікке шағымдандық, бейбіт митинг өткіземіз деп, Қазақстанда орналасқан әскери полигондарды шетелдік. Оны жабу және әскери зымыран сынақтарын қазақ жерінде өткізбеуді. Сөйтіп талап еттік, әкімшілік өтініш бердік, үшеуінде де рұқсат бермеді. Бірінші алғашқы 2 рет жауабы мәнсіз болып, айтылмаған себебі неге рұқсат берілмеген. Соңғы 3-ші рет рұқсат бермеген себебі біз сұраған күні 29 ақпан сол жаңағы Сарыарқа кинотеатры артында саябақта бір Алматы қалалық колледж бір шараларын өткізеді екен. Сондықтан орын жоқ деп. Әрине түсінікті, олар бізге 3 рет, 5, 15 рет өтініш берсек те рұқсат бермейді бейбіт митинг өткізуге. Өйткені талқылап отырған мәселе әскери полигондар шетелдік. Шетелдік зымыран сынақтары ол мүшкіл жағдай, олар қаймаған болады. Біз шетелдік деп айтсақ та, енді түсінікті ғой, бізде шетелдік деген тек қана ресейлік полигондар, тек қана ресейлік әскери зымырандар сынақтарын өтіп отыр қазақ жерінде. Ешқандай НАТО жоқ, Түркия жоқ, басқалары жоқ, ақш жоқ. Сол бізде нақты мәлімдеме де жоқ. Қанша Қазақстан жерінде полигондар орналасқан. Ғаламторға сүйеніп алса, 7 полигон бар дейді. 11 миллион гектарда жатқан дейді. Сол енді полигондар ең үлкені Саржаған әскери полигоны 4 Қазақстан облысында орналасқан. Қарағанды, Жамбыл, Ақтөбе, Қызылорда. 80 мың шақырым квадрат көлемі. 600 шақырым бір жақта, 250 шақырым бір жақта. Одан кейін Эмба полигон бар, 5580 мемлекеттік база, әскери базасы, Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігінің қарамағында. Және бар полигон Батыс Қазақстан облысында, ол Ресейден атқылаған зымыраны біздің Батыс Қазақстан облысына құлайды. Ол 4-ші мемлекеттік полигон, Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігі. Жалпы 7. Бұл тізімде Байқоңыр бар. Байқоңыр енді әскери полигон ғой, әрине. Космос, ол әскеримен тең жүреді. Бірақ енді біз Байқоңырды айтпай қойық, өйткені ол жерде Ресейдің зымырандары ғана ұшпайды, және басқалар да бар. Космос енді жалпы бізге мүмкін керек шығар. Бірақ оның да қауіптілігі бар, экологияға, қоршаған ортаға төгіліп жатқан гептил, құлаған ракеталар бар, протон және басқалары. Бізде осы соңғы 2-3 айдың ішінде 3 рет ракета құлады.
соңғы рет осы Торғайда болды, таяуда, Арқалықтан 300 шақырым жерде, оның алдында Батыс Қазақстанда болды, Байғанин ауданында ма, дәл бір ауылдың қасында 2 шақырым жерден құлаған. Біз енді митингті не үшін өткізгіміз келеді? Не үшін сұрап жүрміз оны? Осы митинг арқылы қалың қазақ халқына, жалпы қазақстандықтарға осы мәселені жеткізу, осыны талқылауы, осындай кішкентай жерде емес, жалпы ұлтаралық талқылауға жеткізу. Билікке сілтеме жасамаймыз, өйткені әрине билік бізден біледі, бірақ біздің талабымыз, біз білейік деп еді биліктен. Қаншама бізде жер полигон астында жатыр, шетелдік. 11 миллион гектар ма, одан көп па, одан аз ба, ешқандай нақты мәлімет жоқ. Оны инвентаризация жасау керек. Әрине ол біздің өкімет статистикасы біледі, қаншама полигон бар екен, қай жерде орналасқан, жер көлемі қанша екен. Бірақ оны кеңшілікке жарияламаған бақ ешқайда кездеспейді. Интернеттен өзі іздеп жүресің, Google арқылы ана жерден, мына жерден. Google айту бойынша 7 полигон бар дейді. Шын ба ол? Өтірік тұр. Осыны білейік деп еді біріншіден. Екіншісі, әрине бұл полигондарды жабу. Жедел түрде жабу. Өйткені оның полигонның бізге пайдасы қанша? Ешқандай пайдасы жоқ. Google'да айтылады, кейбір полигондарға ақша төлейді, 20 миллион доллар деген сома шығады. Ол қалай есептелген? Қай полигоннан түседі? Түссе ол бюджетке қай параграф, қай статьясында? Оған да нақты ешқандай дерек мәліметтер жоқ. Полигондарды біздің өкімет жабуға дәті бармайды. Сондықтан олар бізге рұқсат та бермейді. Митинг өткізуге қаймығып отырған сол себепті. Ресейден қаймаған енді сөздің шындығы керек. Білмеймін, олар неге соншама қорқып қалған. Келісім шарттар осы полигон жайлы Қазақстан Ресей Федерациясымен осы келісім шартқа біз қай жылда отыр? 90 жылда. Жалпы полигондар бізде 40 жылдан бастап 47-49 жылдан бастап орналасқан. Бірталай жапты. Бактериялық полигон бар тұрғын ол жабылды. 3 ядролық полигон бар тұрғын ол жабылды. Жыл сайын енді гектар жер қайтарылып отыр. Бірақ қанша қалғаны әлі полигон астында белгісіз. Сосын бұның зияны қандай? Біздің ең басты сұрақ, өзіміздің билікке, зияны зерттелінген бі? Зерттелінсе қай түрде? Оғанда ешқандай мәлімет деректер жоқ. Біздің ұсынысымыз ол бір шетелдік Қазақстанмен, Ресеймен ешқандай байланыспаған ресейлік объективті түрде зерттейтін бір агентство ма, лаборатория ма, соларды жалдап, осы полигон жерлерін зерттесе. Жерін, суын, шөбін бәрін өлшеп, қазір заманауи технология бар ғой әртүрлі. Ауа, қоршаған орта, медицина саласын, больницада қаншама мысалы жергілікті адам қандай аурулармен ауырады, дүниеден, өмірден кеткен адамдар қандай аурудан кетті, қайсысы көп, қайсысы аз, ол полигонмен себеп болуы мүмкін бе, жоқ па? Соны ол үлкен жұмыс, бір ай емес, 2 ай емес, оны зерттесе, мен бір ғалыммен сөйлескем, ол айтады, бұны зерттеу бүкіл 11 миллион гектар бәленбай облыс, Шаршағанның өзі 4 облыста жатыр. Ол 1,5 жыл, 2 жыл уақыт кетеді дейді. Оған бәленбай адам ғылым қосылып жан-жақта жүреді. Ол ракета ұшқанның алдында зерттейді бірінші. Жердің, судың пробаларын алып.
ракета ұшып құлағасын тағы да бір зерттейді. Ondan астам мероприятиялар бар екен. Ғылым айтады. Жаңағы ауа, топырақ, көкөніс, адамдардың анализдерін алу. Сосын ол әрине бәленбай қаражат. Евро, миллиондаған доллар. Оған қаржы қайдан? Оған қаржы тек қана өзі біздің үкімет бөлігі. Ешқандай инвестор оған ақша бөлемейді. Өйткені бұның пайдасы жоқ қой. Ешқандай пайдасын көрмейді. Шығын тек қана. Оған біздің үкіметіміз шығынданып осы шетелдік бір агентствоны жалдау керек. Сол митингке шыққанда біздің осы тақырыптың бір бабы ұсынып отырғанымыз осы біреулерді жалдандырды. Шетелдік агентстволар бар. Франклер ма, ағылшындар ма, Америка ма, немістер ма, айырмашылығы жоқ. Жапон ба, это ол Қазақстан болмау керек, Ресей болмау керек. Объективті түрде зерттейтін. Митингтің тақырыбы сонда осат. Басқа ешқандай қосымша саяси ұсыныс жоқ. Саясатқа қатынасты сұрақтар жоқ. Бірақ мен түсінемін, біздің сұрап отырғанымыз митинг осы тақырыптың түбі жалпы енді әрине саясат, геополитика, Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасы. Сондықтан мен біздің әкімшілікті де кінәлап отырған жоқпын. Осылар рұқсат бермейді, Сағынтаев кінәлады. Сағынтаев, Бабақұмаров, Алматы әкімшіліктер енді олардың компетенциясында емес бұл мәселені шешу. Өйткені Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасы ол біздің жоғары жақын әкімшілік президенттің әкімшілігі ма сондай деңгейде қаралынады біздің сұрақтарымыз. Сол жақтан бұйрық беріледі, рұқсат бермеңдер болады деп. Мен бәрін түсінемін. Бірақ біз бір амалын табуымыз керек. Қалай осы мәселені көтеріп жоғарғы жаққа бүкіл шет мемлекеттеріне жеткізу, өзіміздің қазақтарға, қазақстандықтарға жеткізу. Амал митинг еді, оған рұқсат бермейді. Сондықтан осы пресс-конференция өткізбекші болып бүгінгі жиналдық. Соның өзі көріп отырсыз, ешқандай бақ келген емес. Біз билігімізді кінәлаймыз, рұқсат бермейді деп. Біздің СМИ жаңа интерфакс қана келіп отыр болды. Қалғанда Тенгри Ньюс, Закон КЗ, Зона КЗ, Информбюро және басқалар. Бәріне жаздым, ашық Facebook арқылы, YouTube арқылы, жеке пошталарына жаздым. Мені ешкім келген жоқ. Интерфакс келіп отыр, сізге рахмет. Сіз де журналистсіз. Кешіріңіз, мен білмедім. Қастақ келіп отыр, мені екі ақ сонда интерфакспен қастақ келді. Қалғандары жоқ. Сондықтан біз билігімізді қалай кінәлаймыз, олар рұқсат бермейді десе, біздің СМИ өзі сондай болса журналистер. Осы тақырыпқа келгенде тайып кетеді, қорқады, бұны талқылауға болмайды, Ресей жайлы ештеңе айтуға болмайды. Бұл енді дін, тіл мәселесі емес, жер мәселесі емес, полигон, радиация жатыр, гептил жатыр, адамдар қаншама сырқат болып, ауырып, инвалид болып, астма, аллергия, ракқа шейін осы полигонның кесірінен. Маған біреулер айтады, сен оған дәлелдей алмайсың бұның кесірінен деп. Әрине дәлел жоқ менде. Бірақ олардың да маған сөйтіп айтып отқан, олардың да дәлелі жоқ қой, бұның зияны жоқ деген. Біз сондықтан бұны дәлелдеу үшін жаңағы экспертиза сұрап отырмыз, комплексный үлкен экспертиза. Орысша айтып қажет жоқ шығар, бәрі түсінікті. Әлде керек па? Керек па? Орысша керек болса, здесь присутствуют люди, ну и вероятно будут кто смотреть, не только наши сограждане казахстанцы, и другие. Мы причиной того, что я вынужден был созвать
данную пресс-конференцию послужило следующее обстоятельство. Мы трижды пытались законным путем выйти на мирный митинг с декабря месяца того года по сей день. Трижды подавали заявки в Алматинский акимат, где просили разрешения провести митинг в определенном городским маслихатом месте. Это сквер за кинотеатром Сарыарка. Тема митинга – это выражение протеста против размещения у нас, функционирования на территории Казахстана иностранных военных полигонов и испытаний иностранных межконтинентальных баллистических ракет. Трижды нам было отказано. Первые два раза нам было отказано без указания причин, а просто отписки банальные, бюрократические. Третий раз нам на днях было отказано по причине того, что место, которое мы просим, 29 февраля, в день, который мы просим, занято под проведение каких-то мероприятий силами студентов какого-то колледжа. В целом нам не отказывают, говорят, сейчас вот занято, подавайте еще раз. То есть у нас сейчас есть вариант обратиться вновь в акимат, попросить в 4-й раз. Но я знаю, что и в 4-й, 5-й, и 20-й раз нам не дадут провести данный митинг, потому что тема иностранных военных полигонов и испытаний иностранных ракет, она весьма чувствительна, щепетильная тема, болезненная для наших властей, прежде всего, потому что мы, когда вот кокетливо говорим иностранных, в обращениях официальных, я всегда говорю, что иностранных, но мы-то, тем не менее, понимаем, и власти прекрасно понимают, что речь идет о полигонах, прежде всего и в единственном числе, о полигонах российских и о ракетах российских. Вероятно, наши власти боятся таким образом осложнить отношения с Российской Федерацией. Вероятно, усматривается в этом какой-то иной подтекст, подоплека. Российские СМИ, возможно, это сочтут за акт русофобии, недружественный акт. Хотя дружественный ли акт, то, что Россия продолжает испытывать на территории Казахстана свои ракеты межконтинентальные баллистические и продолжает испытывать наши земли под свои полигоны. Это разве дружественный акт по отношению к нам? Раз уж мы союзники. Мне доводилось за эти несколько месяцев пообщаться с рядом наших государственных служащих. Не скажу, что прямо такого высокого ранга, но уровня моего, тех, кто снисходит до объяснений причин отказа, вот лично мне. У них всегда такая кислая мина, потому что вот говорят, это Россия, ты же понимаешь. Я не понимаю. Мы же, вот у нас есть договора с ними, или договоры, как правильно, мы же союзники в рамках ОДКБ, ШОС, прочее. Я не понимаю, потому что, понятно, функции, обязанности союзников, видимо, в договорах прописаны, что мы должны друг друга поддерживать военным, политическим путем. Хорошо, я на это согласен, но не путем же размещения полигонов у нас. Я бы склонен был бы соглашаться с нашими служащими, с Российской Федерацией, что они используют наши земли под полигоны, а земли это колоссальные. По открытым источникам, взятым из интернета, на территории Казахстана размещено 7 военных полигонов российских, которые занимают площадь 11 миллионов гектаров. Только один из них, Сарышаганский, к примеру, занимает 80 тысяч квадратных километров, 600 километров в одну сторону, 250 в другую, то есть почти что равную территорию Грузии, только Сарышаган. Я бы понял, если бы Российская Федерация была размером Сан-Марино или с той же Грузию и нас просила как союзников проводить испытания своих ракет на нашей земле, говоря, что у вас же земли много, у нас мало.
Российская Федерация гигантская страна, у них только один субъект федерации, Якутия, больше, чем Казахстан. У них есть безбрежные просторы, тундры, тайги, земля Франца Иосифа, побережье Баренцева моря. Там они бы могли испытывать хоть каждый день, по 3 раза. Вот и я задаю вопрос, ну хорошо, мы союзники, но почему у нас все-таки, почему? И мы, цель нашего митинга, мы хотели выйти, выразить протест. Я не думаю, что это способно подорвать дружеские отношения между странами, но каждому человеку, народу должна быть своя рубашка ближе к телу. Я убежден, что российские ракеты загрязняют нашу почву, воду, в целом экологию портят окружающую среду и прочее, прочее, что отражается, не может отражаться на жизни, здоровье наших граждан. Поэтому, когда мы просили митинг провести, каждый раз мы в заявке писали, сообразно требованиям, тема митинга – это протест против полигонов и испытаний ракет. В подпункте мы намеревались на митинге озвучить наши требования. 2 их – это ревизия земель, которые используются под полигоны иностранные, каково их количество в тысячах квадратных километров, конкретно по сегодняшний день, потому что интернет точных данных не дает. В некоторых источниках говорится, что у нас 5 полигонов, в некоторых 7, то есть мы даже не знаем. Государство, конечно, знает, но общественность не знает. Мы бы хотели это знать, это первое. И второе, мы хотели просить в этом митинге, чтобы государство Казахстана обеспечило исследование, подрядив на это компанию международную, не аффилированную ни с Казахстаном, ни с Российской Федерацией, которая бы исследовала земли, находящиеся под полигонами, земли, где проводятся испытания ракет, на предмет их загрязнения. Это комплексная экспертиза, большие исследования, долгосрочные, которые занимают 1,5–2 года, как минимум, может быть больше, потому что один только Сарышаланский полигон расположен на 4 областях Казахстана: Жамбылская, Актюбинская, Кызылординская, Карагандинская. Исследования должны содержать в себе экспертизы, взятие проб, всевозможных анализов до запуска ракет и после запуска, ну то есть в динамике. Они должны быть не только касаться исследований почвы, воды, воздуха, растений, но и медицинские показатели, смертность, заболевания в означенных округах, территориях. От чего люди умирают чаще всего, чем болеют чаще всего. Исследования флоры, фауны в целом, животного мира. К примеру, я убежден, что когда несколько лет назад у нас случился крупный падеж сайги реликтовой, находящейся в Красной книге, ее погибло больше 200 000 голов особей. Я убежден, что это произошло по причине падения ракеты на космодром Байконур. Наш МЧС, ученые, конечно, это опровергали, но они не вызывают доверия. И вот все вот это должно финансироваться, естественно, за бюджетный счет, потому что никакие инвесторы не способны потянуть означенную экспертизу, потому что она будет многомиллионной, несколько миллионов евро, долларов, это точно. Какой инвестор в это вложится, не видя от того пользу для себя. Вот об этом мы хотели просить, 2 вещи, 2 пункта нашего митинга. И мы собирались озвучить как видение, что не только мы критикуем, а предлагаем.
Мы намерены были предложить, раз уж невозможно эти договоры на сегодня расторгнуть, они секретны, мы не видим, как они заключены, каковы там условия. Но если вдруг их невозможно расторгнуть, то наверняка туда можно внести какие-то изменения. Изменения следующие. Испытания этих ракет должны пополнять не только казну, мы и не знаем, пополняют они казну или нет, но каждому гражданину, который проживает в местах, где ракеты испытываются, падают, штатно или не штатно, чтобы каждый житель того региона получал компенсацию за каждую испытанную ракету, за каждый пуск, запуск. Вот что-то взлетело, на карточку должно упасть, не знаю, условно, 20 тысяч тенге. Что-то упало нештатно, разлилось, пролилось, сумма увеличивается. Деньги, которые житель, который находится в местах полигонов, проживает, чтобы мог использовать на собственное лечение, профилактику болезней, санаторно-курортное и прочее. Мы считаем это требование абсолютно справедливым, и раз уж нельзя закрыть, если уж совсем так, то, пожалуйста, тяжело сказать, пусть испытывают, но тогда пусть испытывают, но пусть платят каждому конкретному человеку. Не абстрактно, что вот, мол, бюджет платится, а конкретно. Каждому жителю заводится карточка, и ему падают деньги. Вот, собственно, все, что мы хотели сказать на митинге, и ради чего эти митинги хотели произвести. На этом все. Если есть вопросы, сұрақтар болса, соны талқылайық. Гептил безвредный деп айтады, оны біздің блогерлар бар, Кривошеев бар, басқалары, оның зияны дәлелдемеген, ол бос сөз деп айтады. Біздікі дәлел жоқ болса, айтсын. Сол, біздің ұсынып отырғанымыз сол, шетелдік эксперттерді жалдау керек, оған мемлекет қаражат бөлу керек. Ол мүмкін ақша төлемейді де шығар, өйткені договор бар коллективный безопасности. Оларда қазір ақшасы жоқ қой, Ресей Федерациясы. Олар мүмкін осылай договордың арқасында Ол договор коллективной безопасности, оны тек қана Қазақстан мен Ресей ғана қол қоймаған, оның ішінде басқа мемлекеттер бар, бірақ сынақтар бізде ғана өтіп жатыр. Неге бізде ғана өтеді? Мен түсінемін, Қазақстан, Ресей өз зымырандарын бізде жарады, Қазақстан ракеталарын біз апарып Ресейге жарсақ, айтуға болатын еді, міне бізде договор бар ғой, ол коллективный. Ол коллективный болса, неге оны зиянын біз ғана көреміз, пайдасын басқасы көреді, зиянын біз көреміз. Оның зияны бар. Болмауы мүмкін емес. Әр ракетаның ұшақтың энергиясы гептил болмаса да басқа улы заттар. Және олар тек қана умен ғана уламайды жерді, климат өзгерістері де осыдан болады. Мысалы, мен өзім Қарағанды облысының тумасымын, Байқоңырда ракет ұшқан сайын, екінші күні бізде басталатын боран, тағы да бірдеме, аяқ астынан жаңбыр болып кетеді, құйын жел көтеріледі, қаншама егінге зиян келеді. Помидор бірдеме отырғызып қойды, май айында, ракет ұшып, болды заморозки, град, все. Зернобой, қаншама ауыл шаруашылығына оның зияны бар. Бұның есептесен сельское хозяйство, денсаулық, экология, водоохранный, воздух, бәріне зияны бар. Изменение климата локальный. Байқоңыр, Алматыға шейін келеді ғой, Байқоңырда ракет ұшқанда Алматыда 2 күннен кейін ауа райы өзгерді. Жаңағы зиянды айтқансыз ғой, оның ең алғашқы зияны озон өздері. Ол дүниежүзілік қауіп. Ол результаты исследований. Şu жерде Алматыға келіп 8 есе көп среднестатистический осы Алматы облысында. Bir адам онкологиямен ауырса, сол регион адамда 8 адам ауырады. Осы сізге наглядный показатель. Сосын Байқоңырда жақсы
Mesela вообще издевательство var. Yani isteyen 115 milyon za arek России türü kadı tamla iyi uzmanı olan şey. Фактически ол ақша ешкім көрмей жатыр ғой. Ол жерде анау барғандардың өзінде дұрыс жол да жоқ. Бәрі оқап, детсад нормальный жоқ, я школ нормальный жоқ, бәрі есігіне үйлерде инфраструктура деген ол анау бәрін білеміз. Через компьютер проволока считается российская территория, оның ішінде бәрі жақсы, а мына жерде прикасается, там 5 метров арасында расстояние жоқ, это не он тиіп тұр. А ол жерде мынау бұрынғы баяғы замандағы үйлер, есіктер бәрі ешқандай не жоқ. А оның ақша қайда кетіп жатыр? 15 миллион деп. Ал фактически ана жерде мынау шетелден нені жіберіп жатыр ракеталарды. Ең азы ол шетелде тұр. Япония болсын, там Франция, Американың совместный жіберіп жатқан. 100 миллион доллар береді. Сонда жылына рет сайын ұшып жатыр ғой ракеталар. Сонда ол қаражаттың бәрі Россияның өзіне қанша түсіп жатыр? Считайте, миллиард түсіп жатыр ғой. Миллиардтар түсіп жатыр ғой. Бұл қалай бұл вопрос? Иә, сондықтан бұл мәселені былай көтермей, біз бұл мәселені шешпейміз ешқашан. Сондықтан біз Алматыда ғана емес, инициативтік топтар бар, әріптестер жан-жақта. Сол бүгіндік Орал, Ақтөбе, Павлодар, Алматы, Нұр-Сұлтан, осы 5 қалада әкімшілікке өтініш берілген митинг өткізуге осы тақырыпта. Шетелдік зымыран сынақтарын тоқтату, шетелдік әскери полигондарды жабу деп. 5 қала осыған шағымданып отыр. Үміт бар, басқа қалаларда қосылады деп. Өйткені полигондар біздің жан-жақта орналасқан. Көбісі енді батыста, бірақ орталық Қазақстанда да бар, Сарыарқада. Жаңа айтып отырмын, Сары-Шағын өзі 4 облыста. Бұның сіз айтқан, жаңағы мен айтып отырған, басқа айтып отырған, бұны біз өз билігімізге жеткізуіміз керек. Ол біздің билік президент деңгейінде Тоқаев, Путин өз арасында шешу керек. Шет министрлігі, шет істерінің. Бірақ алдын ала біздің ойымызша, біздің мемлекет экспертиза бөлі жалдап, ақшасын төлеп өткізу керек. Бізде нақты дәлел болу үшін. Бұлай оппоненттер талаймен кездескем бетіме басады. Мен айтып жатсам, ол жай бәрі сылдыры су, бос әңгіме, нақты фактілерім бар ма? Қаншама зиян, рак деп айтасың, қаншама адам ракпен ауырды, қаншасы өлді дейді. Мысалы, осы ракета үшін. Менде ондай мәлімет қайдан болсын. Бұны тек қана терең зерттеу ғана көрсете алады. Дәлел өздерінде де жоқ болған. Өздерінде де жоқ. Біздің дәлеліміз қайда қырылған? Сол киік қырылғанда біздің төтенше жағдай министрлігі басқалары мойындамады ғой, жоқ, өзінен өзі инфекциядан қырылды деп. Ол болды, мына гепатил төгілді, ракета болды. Бірнеше, бір-екі жеттен кейін киік қалып қалды. Одан басқа, мысалы, жезқазғанның ар жағы, ракета құлайтын космонавтар түскенде сол жаққа құлайды жезқазғанның ар жағы. Ол жерде бір кезде гепатил төгілгенде бүкіл мал, сосын жүкті әйелдер балаларын тастаған. Еще хотелось бы добавить, в декабре недалеко от Актюбинска упал осколок ракеты. То есть мы не дождались официальных комментариев от наших органов. Я сколько не следила по соцсетям, чтобы был какой-то данный официальный комментарий. Нет, Минобороны наша сказала, что да, упал зонд, какой-то зонд, как называют, климатические исследования. Ну там упало и упало, да? А какого происхождения? То есть отчета не дали нам, никакой прозрачности Да. нет. Опять недавно тоже где-то ракета упала. Ну почему у нас вот как-то это не проводят следствие, не дают официальные какие-то комментарии в прессе? Потому что вот тема очень болезненная и чувствительная. Может осложнить отношения с Российской Федерацией. И не дай бог,
если упадет на населенный пункт в следующий раз, это будет огромная трагедия, огромного масштаба. Ну вот недавно упало в 2 километрах от населенного пункта. Не знаю я, почему так вот относится трепетно к этому вопросу. Я не думаю, что Российская Федерация нам прям угрожает, топает ногами и говорит, не сметь запрещать нам. Я думаю, это страхи у наших чиновников, которые они сами себе порождают. Я бы, к примеру, не боялся поднять этот вопрос. Что такого? Лукашенко Ну, не побоялся? покусает же Владимир Владимирович Хасан-Жомарт Кемелевича за это. Лукашенко не побоялся. У Лукашенко нет полигонов. Статистика есть, да? Наш Тохтар Аубакиров поднял вопрос, и сразу его освободить. Потому что один в поле не воин, если мы все вместе объединимся, вместе мы силы и горы свернем. Статистика есть, да? Біздің тарихымызда